Сәлем қыздар, сіздерге бүгін үй жағдайында жасалынатын және өте дәмді болып шығатын палаудың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге ет, сәбіз, пияз, сарымсақ және де осындай палауға арналған дәмдеуіш, күріш, сұйық май керек болады. Мен пиязымызды және сәбізімізді осылай турап аламыз. Етімізді де орташа қалыңдықта турадым. Күрішімізді жақсылап жуып, салқын суға осылай суы мөлдір болғанша жуамыз. Мен 6 рет жудым. Одан кейін осылай салқын суға қойып қоямыз. Қызып тұрған пешке табамызды қойып, сұйық майымызды құйып, пиязымызды салып, қатты отта осылай кішкене қызарғанша пісіріп аламыз. Одан кейін үстіне етімізді салып, жақсылап араластырып, бетін жауып қойып, осылай әрбір 2 минут сайын араластырып отырамыз. Қызарғаннан кейін жәймендеп сәбізімізді сала бастаймыз. Жақсылап араластырып, үстіне тұзымызды, дәмдеуішімізді және де сарымсағымызды саламыз. Менде сарымсақ кептірілген түрі, сіздер свежийін алып, ортасына қойып қойсаңыздар болады. 5 минуттай жақсылап қуырып алдым. Одан кейін осылай үстіне 200 мл-дей ыстық су құямыз. Және де қақпағын жауып 20-25 минуттай жақсылап пісіреміз. Осылай күрішімізді біркелкі етіп, етіміздің үстіне салып шығамыз. Үстіне ыстық суымызды құйып, бетін сәл асырсақ болды, суын қақпағын жауып, орташа отта 20 минуттай пісіріп алдым. Піскеннен кейін 5 минуттай бұқтырдым. Біздің палауымыз дайын болды. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.